Бәрі сәлем достар. Түрме бұл қылмыскерлерді қоғамнан қорғауға және оларды қайтып тәрбиелеуге болатын орын. Кәдімгі қылмыскерлер үшін бас бостандығынан айыруға арнайы түрмелер бар. Ал ауыр қылмыс жасаған адамдарға арнайы түрмелер бар. Бұл түрмелерден қашып шығу мүмкін емес. Осындай түрмелердің бірі Алькатрас түрмесі. Бұл ақш-та орналасқан. Бұл түрме 1861 жылдан 1963 жылға дейін жұмыс істеді. Бұл түрме аса қауіпті қылмыскерлерге арналған. Бұл түрме аралда орналасқан. Түрменің бүкіл өмірінде 34 адам қашуға тырысқан. Олардың бәрін ұстап алған. Дегенмен түрмеден қаша алатын адам да табылды. Ол тығыз оқшауланған жағдайда бірге қашуға келіскен серіктестер тауып қана қоймай, түрмедегі ең бірінші қашып кеткен адам болды. Ол 1960 жылдың 18 қаңтарында түрмеге Вашингтоннан Франклин Моррис көшірілді. Ол кісі өлтіруші емес, зорлаушы емес, бірақ оның жасаған қылмыстары көп болған еді. Ол 11 жасында жетім қалып, өзінің қылмыстық биографиясын 14 жасында бастаған. Ол басында ұрлыққа түскен. Содан кейін банк тонау болған, содан кейін есірткі сақтауға ауысты. Сөйтіп түрмеге түсе берді. 1949 жылдан бастап әрдайым түрмелерден қашуға тырысты. Осылай Флорида штатының түрмесінен 5 рет қашып кетті. Оны әшейін қарапайым түрмеде ұстай алмайтынын біліп, ақш-тағы Алькатрасқа жіберді. Моррис ақш-тағы түрмеге бірінші түскеннен бастап қашуға жоспар құра бастады. Ол өзінің жоғары IQ-ін қолданып. IQ не екенін білмейтін адамдарға. IQ дегеніміз адамдардың тез қабылдағыштығы мен ақылдығына берілетін баға. Қашуға тырысты. Бұндай қорғалған жерден өз жалғыз шыға алмайтынын біліп, достар тапты. Олар Джон, Алан Беста, Энглин. Олар көрші камерада болды. Олар жақсы қарым-қатынас ұстап, жоспар құра бастады. Олардың түрмесінде жұмыстары бірге болды. Сол арқылы бір-бірімен ешкімге білдіртпей қосылып жоспар құрған. Сонымен қатар олар түрменің жеңілтілген түрінде болды. Себебі олар ауыр қылмыс жасамаған. Олардың жоспарларында қашатын түні өз камераларынан өз беттерімен шығу керек болды. Энглин күзетшілерге үлкен бастар мен тіршілік өлшемді қоршақ жасады. Олар әр төсекте түні бойы жамылғының астында ілініп тұру керек болды. Моррис кішкентай гармон жөндеді. Оның ішінде суға батпайтын киім болды. Қабырғаны тесетін құрал дрель болды. Темір қасыққа сан сорғыштың моторын жалғап, басына монета қойып жасады. Тәулігіне 1 сағат бұрғылады. Түрмеге музыка қойылған кезде. Олар күнде 5-тен 9-ға дейін өздерінің камерасында пол қазды. Ғимараттың ескі қабырғалары тез бұзыланбаса да берілді. Суға батпайтын киімді резеңкеден және кәдірлерден жасады. Қашу күні 11 маусым 1962 жылы белгіленді. Сол күні түнде серіктестер алға қарай жүрді, бірақ күтпеген оқиға болды. Алан Бест шыға алмады. Аланның серіктестері 2 сағаттай күтті. Қиын шешім қабылдауды шешті. Жолдастарын түрмеден алып шығу немесе онсыз қашып кету. Олар онсыз қашып кетуді таңдады. Себебі егер көмекке баратын болса, ұсталып қалатынын білді. Олар жағалауға түсіп, сол жақта қайық үрлеп, түнгі сағат 22:00-де жағалауға қарай жүзді. Азанға дейін олардың қашқанын білінбеді. Алан Бест қазуды доғартпайды. Ол қазып өздерін белгіленген жерге барғанда олар жоқ болды. Оған суға секіріп жағалауға қарай 2 шақырым жүзу керек болды, немесе қайттан камераға бару керек болды. Бірақ оны күзетшілер ұстап алды. Күзетшілерге ол барлық жоспарларын айтты. Жоспар бойынша олар жағалауға барып, сол жерден көлік ұрлап, сосын айырылысып кетуді ойлаған. Бірақ жағалауда көлік ұрланбаған. Осыған қарап 2 нұсқа шығаруға болады. Бірінші, Вест жалған мәліметтер берді, ал екінші олар батып кетті. Осы туралы февральден тергеулер жүргізді. Олардың тергеулері қорытындысыз қалды. Оның соңғы күні 1997 жылы ресми түрде бұл тергеу жабылды. Достар, осындай видео көргеніңізге подписка жасап, лайк басып кетіңдер. Қош сау болыңыздар.